соны мынандай аппараттар әкеліп мынандай тазалау деген бұл енді әшейін келіп жатқан су ғой, ол да жинап қойса болар еді, басқа адам оны шамасы істей алмайды оны. Бірақ сол бізге сатса да болады мұны. Қаратұзында басқа Өзбекстан болса сатар еді оны. Бірақ бізге тегін беріп отыр. Қожа шаруашылықтардың бәрі рахметін айтып отырмын ғой. Талай жоңышқалар күйіп кеткен еді, еккен бидайлар күйіп кеткен еді, биыл алды содан өнімді. Сол рахметімізден басқа шәрсеміз жоқ бізге. Бұрындары 2 жыл бұрын иш шыққан кезде ауылымызға қонақ келсе үй алатын едік. Поршикелер де салмайтын едік. Мына иш деген опшын жоқ енді, Құдайға шүкір. Мына кешімде шаруалар да айтып жатыр, шаруаларға да су да жеткілікті. Ешқандай иш жоқ, ешқандай проблема жоқ.